Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Александр Сергеевич Пушкин атындағы қалалық балалар кітапханасы Жұбан Молдағалиевтің туғанына 100 жыл толуына орай шығармаларын насихаттау бағытында онлайн түрінде жүрегі жырдан жаралған тақырыбында тәрбие сағатын ұйымдастырды. Жұбан Молдағалиев ірі эпик ақын, Қазақстанның халық жазушысы, 1920 жылы Орал облысының, қазіргі Батыс Қазақстан облысының Тайпақ ауданы Жыланды деген жерде дүниеге келді. Жайық өңірінің перзенті, ел тарихында биіктен көрінер ұлы тұлға. Қазақпын деуге, ұлтшыл атанудан қорқып көбі жалпақтап жүретін заманда, мен қазақпын деп жариялап келген, өмірде де, поэзияда да оңай жол іздемеген. Қазақтың халық жазушысы ақын Жұбан Молдағалиевтің туғанына биыл 100 жыл. Мен қазақпын, мың өліп, мың тірілген. Жүргенде таныстым мың тілімен. Жылағанда жүрегім күн тұтылып. Қағанда күннен түн тірілген. Мен жігітпін, айқасқа сынғаспын. Жүрегі бар кеудемде, шын ғашық. Жанартауда жойқынмын, жылқынғанда. Шарықтасам, қыран боп, шыны ғашықтың. Мен қазақпын, азат қыз, ерік толмын. Жазалатын ғылымды, қазалатын. Жазалатын дүниелік дастандарды. Жазалатын тарихқа қазақ атын. Мен қазақпын. Дауылпаз ақын бұл поэмасында қазақ халқының өткен өмірі мен тағдыры жайлы лирикалық публицистикалық стильде толғана жырлады. Қазақ халқының ұлттық ерекшеліктерін ашуда оның ерлік дәстүрі, туған жер мен ел оның байлығы, адамдары жайлы асқақтата көркемдеп жырлай білді. Сонымен қатар ақын қазақ халқының сан ғасыр бойында ауыр азаппен өткен тағдырын еске түсіреді. Қазақ елінің талай шапқыншылыққа ұшырағанын, бірақ халық бәріне төтеп беріп, өзін қорғай білгенін, елдігі мен салтын, ұлттық қасиетін сақтап қалғанына мақтана асқақтата жырына қосады. Ұлы аманат етейік еркіндікті, ел құлдықты білмесін жер күндікті, аңсаймын мен, сенемін туады ертең, қазақ болу зор бақыт дер күн тіпті деген өлең жолдары бүгінгі егемендікті жыр еткендей әсерге бөлейді. Ақын Жұбан Молдағалиев 30 жылдан соң 1986 жылы ұлттық намыс туын қолына ұстап, халқының ар намысы үшін шыбын жанын тігіп, алаш тәуелсіздігіне жол ашты, еліміздің егемендігінің алғашқы қазығын қадап кетті. Мен қазақпын, биікпін, байтақ елмін, қайта тудым, өмірге қайта келдім. Мен мыңда бір тірілдім мәңгі өлмеске, айта бергім келеді, айта бергім деген өлең жолдары дәл бүгінгі нұрлы дәуірдің, егеменді еліміздің болашағы мен кемел келешегінде дөп басқандай сезіледі. Ақын туған өлкесіне келген сайын өзі өскен ортаның өткені мен бүгінісін салыстыра қарап, қай жақта жүрсе де өзі туып өскен жерлестерінің жүрегіне жылы тиер өлеңдерін сыйлайды. Солардың бірі Еділ мен Жайық әні бүгінгі қазақ музыкасының алтын қорына айналған құнды мұра. Құлпырады дала, гүлдейді орман, емізеді егіз, Еділ мен Жайық, ақшағалайдың ақталған ырман. Тербеледі кеме, ойнайды қайық, ойнайды қайық. Ақиық ақын өз үнімен, дауылпаз жырларымен поэзия өлкесінде шоқтығы биік алып тұлғаға айналды. Ақын қанша биікке самғаса да, алып та анадан туатынын еш ұмытқан емес. Ана жүрегінің жылуы күліп тұрған
күн қызуынан кем емес. Бәріміз де ананың ақ сүтімен, әлдейімен, жан шуағымен өсіп жетілдік. Ананың балаға деген мейірімі, баланың анаға деген махаббаты шексіз. Мұны тілмен айтып жеткізу мүмкін емес. Мен әйелге тәңірімдей табынам, гүл ұсынам поэзия бағынан. Хауа анаға қара жерде қарыздар, содан туса адам атты бағбан деп ақын ағамыз жырлаған. Ақынның тұңғыш жыр жинағы 1949 жылы Жеңіс жырлары деген атпен шыққан. Содан кейін оның 60-тан астам кітабы жарық көрді. Оның өлеңдері орыс, ағылшын, поляк, неміс, испан, француз, венгр, моңғол тілдеріне аударылған. Жұбан поэзиясының тарихи маңызы да бар. Ақынның шығармалары жалпы оқырмандарға сұранысқа ие. Ақынның шығармаларына арналған «Жүрегі жырдан жаралған» атты кітап көрмесін ұсынамыз. Молдағалиев Жұбан, өлеңдер, поэмалар. Жұбан Молдағалиевтің бұл кітабына әр жылдарда жазған өлеңдер мен поэмалары еніп отыр. Азаматтық рухқа тұнық сезімдерге толы өлеңдер бірінші бөлімге, кең тынысты поэмалар екінші бөлімге топтастырылған. Молдағалиев Жұбан, Қызыл қайын, өлеңдер мен поэма. Жұбан Молдағалиевтің 80 жылдығына орай шығарылып отырған бұл кітабына 1990 жылы жазушы баспасынан жарық көрген Қыран дала жинағынан және газет журналдарда жарияланған шығармаларынан іріктелген өлеңдер мен «Мен қазақпын» поэмасы сол күйінде енгізіліп отыр. Алтын қор сериясының кезекті ұсынылымы оқырман қауымның және келешек ұрпақтардың игілігіне айнала берері хақ. Молдағалиев Жұбан, таңдамалы шығармалар. Бұл таңдамалы шығармалар жинағына ақынның әр жылдарда жазған поэмалары мен өлеңдері еніп отыр. Өсер ұрпағы әлі талай «Мен қазақпын» поэмасын тұмар ғып қастерлеп, көкеге жаттап өспек. Сағыныш сазына айналған туған өлкесінің кешегі ерке ұлы, бүгінгі арқа таңар азаматты Жұбан ақын нұрға малынған жасыл жайығының тек төрінде, көгінде ешқашан ұмытылмай жұлдыздай жарқырай түспек. Ұрпағы мақтанып, ақ жайық Жұбан ақынның елі демек. Осымен «Жүрегі жырдан жаралған» атты тәрбие сағатымыз аяқталды. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.